Жаңа Орғанның жанында Хорасан ата кесенесі бар. Ол кім болған? Сол Қазақ даласына алғашқы ислам дініне келген кісілер бұл кісілер. Ол жерге қазір адамдар не үшін барып жатыр? Ертек барайық, ал жағын симай қаламыз. Оның маңында қандай қағба бар? Ол жерде адамдар неліктен құлшылық етуде? Ол жердің қандай сыры бар? 4 дуал қоршаған, сыртын сол әкелеріміз айналатын. Бір кісі өтіп, қабыл болсын дейді. Нені қабыл болсын дейді, бірақ түсінбедік. Қағбаны жете айналып жүгірем. Неге ол қағбаны Меккедегі қағбамен салыстыруда? Киелі сан айналасын, 7 рет айналасын. Мына кісілер 7 рет айналып шығады екен мына жерде. О жердегі алатын сауаптан кем емес қайта артық болады екен. Түнеп шықтық. Енді мынау қағбасына қарай жақындап келе жатырмыз. Апамыз Ресейден келген қазақ, Ресейдің қазағы. Болды. Мына жер нормально. Сәл алға тұр. Ассалаумағалейкум достар. Қалайсыздар достар? Бүгін біз Хорасан ата деген ерекше бір жерге келіп тұрмыз. Оның бір ерекшелігі қасиетті Мекке қаласында орналасқан қағба тәріздес бұл жерде тас бар. Жалпы Хорасан ата дегеніміз кейбір деректерге сүйенсек, Әбдіжәлил баптың лақап аты, пайғамбардың ұрпағы саналады дейді. Ол қаншалықты рас өтірігін біз білмейміз. Әрине бұл бізге жеткен деректер. Ал енді біздің негізі келген себебіміз бұл жерге адамдар неліктен ағылып келіп жатыр? Несімен бұл жер өзін адамдарды тартып жатыр? Неге осы жерге адамдар соншалықты келуге құмар? Өйткені бұл Қызылорда қаласына қарасты Жаңа Орған деген жерден 40 шақырым жерде орналасқан кесене. Достар, кесене деп тек халық арасында танылған. Негізінде бұл жер бейіт. Жалпақ тілмен айтқанда мазарат. Ең далада орналасқан мазаратқа адамдар неліктен келуге әуес болып жүр? Меккедегі қағба осында ұшып келген ба? Соның бәрін бүгін біз дидармен анықтайтын боламыз. Экраннан алыстамаңыздар достар. Қызықтың бәрі алда. Қазір достар біз осы жерге қарайтын шырақшы кісінің үйіне келдік. Қазір ол кісі бізді күтіп отыр. Негізінде біз сәл ғана кешігіп келдік. Қазір сол кісімен қазір сұхбаттасатын боламыз. Мән жайдың бәрін басынан бастап сол кісі түсіндіріп беретін болады. Мейрамбек аға. Мейрамхан Нұрғожаұлы. Әбітаев. Әбітаев Мейрамхан Нұрғожаұлы. Әбітаев. Әге, бастайсың ба? Достар, біз келдік осы жерде 30 жылдан бері, яғни 94 жылдан бері әкеңіздің жолын алып келе жатқан Әбітаев Мейрамхан ағамен бірге қазір бүгін сұхбат құратын боламыз. Бұл кісі осы жерде 30 жылдан бері шырақшы болып жұмыс істесе, дұрыс па? Иә, шырақшы қызметін атқарады. Жалпы бұл жерде ағаның айты бойынша мына жерде көріп тұрған ғимараттар ешқандай талдар жоқ кезден бастап аға осы жерде қызмет етеді. Осы жаңағы бейіт дейміз ба аға, или кесене дейміз ба? Осының несінің айырмашылығын айтып жіберіңізші. Кешегі бір кісілер айтады, бұл бейіт дейді, біреулер кесене деп айтады. Кесене мазарат қой, 1200
255 жыл болған бұл кісілердің келгеніне. Ең алғаш ислам дініне келген кісілер пайғамбар әулеті. Мұхаммед пайғамбардың немере інісі әрі күйеу баласы Хазірет Әлдің бұл кісілер 6-шы ұрпақтары. 6-шы ұрпақтарыңыз. Сол қазақ даласына алғашқы ислам дініне келген кісілер бұл кісілер. Осы Хорасан ата деген кісі ма сонда? Хорасан бабамыздың аты Әбдіжеліл баб. Өзі 3 бап келген, Әбдірахим баб, Ысқақ баб, Әбдіжеліл баб. Әбдірахим баб бабамда Тараз шаһарында. Ол кісі тек тұрмас дейді. Әулиета дейді ол кісінің лақабаты. Екінші ағасы Ысқақ баб. Ол кісі Қаратаудың арғы бетінде Шолақ қорған деген жерде жатыр. Ол кісінің лақабаты Бабата. Бұл Амудария мен Сырдарияның ортасында ислам дінінің уағыздан осы Әбдіжеліл баб Хорасан бабамыз. Хорасан деген лақабаты, лақап болғанда халықтың арасында танылып кеткен солай, иә? Халықтың арасында танылып кеткен бұл кісі. Жалпы аға, айта беріңіз. Бұл кісі жерде Хорасан аталу себебі мынау Иранда Хорасан деген үлкен шаһар қала бар. Бұл кісі алдында мақсат қойды осы Хорасан қаласын мен жеңіп алсам, арғы ислам дінінің уағызы оңай болады деп, пайғамбарымыздан кейін 150 жылдан кейін осы қазақ даласына ислам жолында келген бұл кісілер. Келген жылдары шамамен сонда 700-800 жылдары ма? 7-ші ғасырда? 8-ші ғасырдың аяғы 9-ші ғасырда. 9-ші ғасырдың басында келген кісілер, е? Пайғамбарымыз өткен жылдардың 6-7-ші ғасыр ғой. 7-ші ғасыр. Мынау, бұра тұрған жеріміз қазір заманда үлкен шаһар қала болған жер бұра. Тотықұс арал дейді осы тұрған жеріміз. Тұрған жеріміз. Тұрған жеріміз. Заманда Тотықұс арал деген шаһар қала болған жер. Сырдария өзені осы жақпен аққан. Арнасы осы орны бар. Қазір мына кіреберіс, иә, бізде? Мына кіреберіс қақпа. Дарға шейін? Мына қақпасы, иә? Қақпа. Мынау тұрған енді бабаның өмір тарихы. Ағылшынша, орысша, қазақша. Бабаның күн болған, енді былайша айтқанда паспорты ғой. Қай жерде қызмет жасады, қай жерде ислам дінін жүргізді. Сол бабамыздың өмір тарихы. Өмір тарихы. Мына тақтаға? Мына тақта енді мына жақтан бастаймыз, ба? Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың бабаға келгендегі бабадан кеп намазда тілеген тілегі бұл кісі. Кезінде бұл жерге зиярат етіп, Қожа Ахмет Яссауидің өзі келген ба? Аға, мынау қарасам, кәдімгідей жақсы жасалған ба? Мына кім болады? Бұл ұлым, мен екеуің. Сіздің ұлыңыз ба? Есімің кім бауырым? Серікбол. Мына кеп жатқан халық зиратқа келіп, осы бабаның әруағын сыйлап, осы бабаға келіп тәует етіп, осы бабадан келіп Құран бағыштап қайтады. Саламатсыздар. Қалай жақсы ба? Ниеттеріңіз қабыл болсын. Қалайсыздар? Шай ішіңіздер. Қай жерден келдіңіздер? Жаңақорған, осы жерден. Жаңақорған негізінде мына әпшеміз. Бұл кісілердің ата-бабаларының бәрі осы да Байгенжи деген ауылда тұрады. Қожамбердің бабаның ұрпақтары бұл кісілер. Заманда әкелер осы бала көрмей, бұл кісінің ағасы бар. Балтабек деген кісі. Ол біраз жылға дейін бала көрмей, әкесі осы Қорасан келіп түнеп, сол Қорасаннан тілеп алған ағасын. Балтабектен ағамыз, атын Балтабек болсын деп. Сол әпшеміз, сол жердегі. Осында жиі келіп тұрасыздар ма? Иә, жиі келеміз. Ата-бабаларымыз жатыр, Қорасан бабамыз жатыр. Зиярат қылып келеміз, тілек келеміз, демалуға келеміз. Қазір жақсы ғой айналасында. Қарасам, жан-жақта қарасам, жағдай да жасалып қойған дейсіз ғой. Жасалып жатыр ғой қазір. Жердің барлық жерінен келеді, шетелдерден де келеді. Мынау Россиядан да келеді, орыстардан. Қазақ біздер түгіл, мұсылман түгіл, барлығынан келіп жатыр. Иә, кеше байқадық біз келген кезде. Арада жақсы өзен көріп тұрсыңдар, қандай таза ауа, әдемі гүлдендіріп тұрған. Мына кісі қарап отыр, осыраның имамы бұл кісі. Мейрам деген кісі ғой, енді танысып шаршыста. Иә. Бұл кісі де бізде ағайын болып кеткен ғой. Бұл кісі қожа болғанменен бәріміз бір адамның баласындай болып, әнелі апалы болып кеткенбіз. Келгенде құшақ жайып қарсы алады, бізді шығарып салады. Күшті. Енді балалар асығыс болғасын келіп зиярат қылғысы келді балалардың.
сосын келіп мынаның бәріне құран оқып қайтып бара жатқанбыз. Бүгін енді ас қыстау келіп. Осы әке шешелері осыларды ағалары. Мына тілеуханасы бар. Сода қонып, тілегіміз тілейміз енді. Алладан жаңа Индия сияқты біздің де өзіміздің сыйынатын жеріміз ғой. Жаңа Индия сияқты біздің де өзіміздің сыйынатын жеріміз ғой. Ата бабамыздың жатқан жерлері. Арада мына қонақ үйлері бар әдемі. Қонақ үйге жатқымыз келмесе, мына кісінің үйіне баса көптеп барамыз. Бауырым келді деп қуанып біз қарсы алады. Рахмет сізге үлкен. Жақсы, сау болыңыз. Мынау тұрған ескі мазараттар енді неше ғасыр, бұлардың бәрі енді 50 жылда, 50 жаңа 100 жылда қазан деп әр деңгейге заманына қарай заманауи болып келеді ғой. Мына жылда ремонтталып, мына кеше осыған 1 жыл болған жоқ. Мына Бердібек Сапарбай ағамыз осы айналасын ограждение қоршалап, мына брусчатка төсеп. Мемлекет тарапынан да көмек болып жатыр, иә? Осы жерде гүлдендіруге жаңағы. Гүлдендіруге. Алдында ұлы жатыр. Алдында ұлы жатыр. Осы кісіге келіп сәлем беріп, ассалауму алейкум рахматулла деп еліп сәлем береміз, әкесіне барып Құран оқимыз. Ішіне кірмейміз. Қайтып келіп кіреміз. Бұған біреулер сұрақ қояды. Әкесі тұрғанда баласына сәлем береміз деген. Маған да сондай сұрақ келіп жатыр. Қазір алдында неге әкесі деп. Сонда атадан келген әңгіме бар, аңыз әңгіме. Бір күндері баласы мен әкесі таңғы бамдат намазын оқып тұрған кезде намазда парызында әкесі Қорасаннан әбжеліп болып намазда көзден ғайып жоқ болады екен. Бір ғайып болады, екі ғайып болады. Соны баласы сұрайды, әке, осы таң намазында намазда болмайсыз. Қайда кетіп қалсыз ғой? Ағмаяңыз отырасыз, көзден ғайып боласыз. Сонда ана кісінің ұрығы тұрып қалады екен, денесі ұрығы кетіп қалады екен. Денесі тұрып қалады, ұрығы кетіп қалады. Денесі қалады. Денесі қалады. Сонымен баласының сырын ашады. Таң намазын Меккеге барып оқып келдім дейді екен. Сонда ілімді қасиет болған. Сонда баласы тұрып ата, ояқан несіне әуре боласыз. Сол Меккеде Кабаны осыға көшіп келсе қалай болады дейді. Балам ондай мияқа көшіп келсе, ондай ілімге, ондай қасиетке әлі жеткен жоқпын дейді. Баласы сонымен ілімге жетілген екен. Әкесінен рұқсат сұрайды, әке рұқсат берсеңіз, батаңыз беріңіз, Кабаны көшіп келейін дейді. Әке деген сыншыл баласы бір айтады, екі айтқан екен. Балам шынымен сондай қасиетке жетті ме екен деп, баласын сынау үшін баласына рұқсатын береді. Сөйтсе таң намазында сол бала әлемнің құдіретімен баласы Кабаны ауырды әкеліп тұр екен дейді. Меккеден. Бізге жеткен мағлұмат. Сонда ата әкелім далада дауыл тұрып кетеді, сыртқа шығып қалсам, бұл чөкіндей болып жалды Каба келіп тұр дейді. Ата әкелім қай жерге түсірейін дегенде, балам бұл жерде болмайды, burada келешегі аяқ асты болады, ілімнің аяқ асты болатын кездер болады. Мен сен іліміңді сынап көрейін, жетілген екенсің ілімге, бір жайына қайтар дейді. Сонда әке баласы тұрып, әке рұқсат берсеңіз, мен сен көлеңке түскен жердің көлеңкесін сіз сол жерге мешіт тұрғызайын деп. Кабаның көлеңкесінде. Кабаның көлеңкесін соған мешіт тұрғызып, содан кейін осыдан жаңағы Меккеге адамдар дайындайтын мешіт ашып, адамдар дайындап жіберетін жері болған бір заманда. Қожа Ахмет Яссауидің айтқан жері бар ғой жаңа. Бабам Қорасан, келдім арасан, зиярат етейін деп ісімді сұрасаң, мүшкіл қалымды қылғайсың аңсан, рахмете көр бабам Қорасан. Атың тұр әзіз самада, тауып етейін деп келім пияда, рахмете көр бабам Қорасан. 80 шайықны жанында көрдім, 90 машайықны артында көрдім. Каба мұхаллаңда алдында көрдім, рахмете көр бабам Қорасан. Каба мұхаллаңда алдында қалып тұрған нәрсен. Сөйтіп Қожа Ахмет Яссауи намаз оқып тілеген. Бұл кісілер Қожа Ахмет Яссауи айттым ғой, бұдан кейін бұл кісілер деген 3 ғасырдан кейін 300 жылдан кейін дүниеге келген. Сол Яссы қаласын жаяулатып келіп, осылай тілеуат етіп, зияратын жасап қайтар деген. Сонда әкесінің соған құрметі болған ба баласына? Сол әкесі сол баласының жайлы әлемін көріп, балам әлемге жетілген екен деп келген кісілер бірінші балама келіп есігін ашып сәлем беріп, одан кейін келіп маған келіп Құран оқысын деген. Қазір мына жер әкесі Қорасан бабаның жатқан жері. Аға, Қ ма или Қ ма? Бұл енді кезінде қазақ атымен Қ ғой негізі. Қорасан. Бұл қазақ атымен кезінде заманда 95 жылы жазған енді. Кейін жинағады енді. Қ деген орысшалар бар. Бүкіл халықта Қ деген бар ғой. Енді қазақшылап кезінде заманда жазды, негізі Қорасан ғой. Тілеуханасы. Түнде келген кісілер
ана Ахмет жинап қойса ғой. Түнде келген кісілер осының ішінде отырып, азанға тілек тілеп, Құран бағыштап отырады. Түнде келген кісілер осының ішінде отырып, азанға тілек тілеп, Құран бағыштап отырады. Түнеп бір түнеп шықтық. Енді мынау қағбасына қарай жақындап келе жатырмыз. Алланың құдіреті перзент көрмей жүргенде перзент туып жатыр осыға келіп түнеп. 10 жыл денсаулықтары болмай нәсілкімен әкелген адамдар осы Алланың бір Алла. Енді адам болмайды деген кісілер бәрі бір Алланың қолында ғой. Осыдан келіп түнеп біреу бір келгенде, біреу екі келгенде тәуір болып жатыр. Перзент туып жатыр. Психический жағдай қазір жердің бетіне барлық нәрсе шыққан кез ғой. Бұлақ аққан жер кезінде ата бабаларымыз көбісі қазір Алланың ата бабасының жолын ұстай алмай психически ауру болады қазір. Құдай жоқ дегендер бар мысалы. Көріп жатырмыз ғой неше заман сондай заман. Бұрынғы дінімізден қазір көп айырылып қалдық қой қазір. Ойбай қазір айтады, әулиенің басына түнеуге болмайды. Алла үйден өтсе де тілегіңді қабыл етеді. Алла қабыл етеді, дұрыс. Алла қабыл етеді, барлық жерде Алла қабыл, әуелі Алла. Қай нәрсеге мысалы әкімнің патшаның алдына бірден барып кіре алмайсың ғой. Онда адам арқылы барасың, нағыласың. Осындай мысалы енді бұл кісілер енді Алланың жолында шейіт болған кісі. Осыға келіп қанша адам Алланың нұры төгіп тұрған жер бір енді. Әр әулиенің әр қасиеті бар. Осыға мысалы келген кісі перзент тілеп, денсаулық сұрап келеді. Осыдан құдығы бар, Алланың құдіреті, шипалы суы. Мейрамбек ағамыз осылай айта келе, артынан бәрін Алла береді дейді. Менің бір түсінбейтінім, Алла өзі беретін болса, бұл жерге келіп жатудың қандай қажеті бар? Бұл туралы біздің еліміздің танымал имамдары мен ұстаздары қандай ойда, соны естіңіздер. Барлығы бір Алланың қолында, емшінің қолында емес. Зираттарға барып, марқұмдардан, әруақтардан көмек сұрап жалбарынды. Бұл исламға жат нәрсе. Қайтыс болғандардың өзі де тірілердің дұғасына мұқтаж. Біз ана әруақтар қолдасын дейді. Әруақтар қалай қолдайды ол? Өзі әруақ болса ол. Әруақ деген осы дүниеден өткен адам. Әруаққа болсын, табынуды, содан сұрауды, бұл таза барып тұрған анық ширк. Ал бірақ олардан бірдеңе сұрау үшін баруға шариғат қоспаған. Онда зираттарға барып бірдеңе тілек тілеймін деп баратын болса, онда мүшрик болады. Жоқ, мама мұсылман, біз айтамыз, біз ата-баба әруақтарына сыйынбаймыз, бірақ біз оларды құрмет қыламыз, оларға көп дұғалар қыламыз. Біз оларға мұқтаж емеспіз. Олар бізге мұқтаж. Олар біздің дұғаларымызға мұқтаж. Кешіріңіз, қателестіңіз. Қазақ еш уақытта әруаққа сыйынбаған, әруақтан сұрамаған, әруақ қолдасын демеген. Бұл ашық айтыламыз, бұл жол дұрыс жол емес. Әруақ деген рухтың көкше түрі. Біз қазақ халқы ешқашан әруаққа табынған халық емеспіз. Табынбаймыз да. Әруақты құрметтеу керек дейді. Мен де айтамын оны. Әруақты құрметтеу керек. Бірақ құрметтеу керек деген құлшылық ету керек деген екі сөз ғой. Әруақты құрметте, Аллаға құлшылық ет. Және ойбай мен Бекет атаның әруағына сыйынамын деп тұрып, малшы өзіңді сойсаң да қабыл болмайды. Ата-бабамыздың әруақ келіп желеп жебеп жүр бізді. Қайдан біледі оны ата-баба желеп жүрген? Өлгеннен кейін өлер уақытысында періште келіп шығар жаныңды деп әмір береді, жанын суырып алады деген. Содан бастап қабірдің сұрақ жауабы басталады. Ол қайда ел кезіп, жер кезіп, елді қолдап жүрген әруақ ол. Қайтып әрі ақылға сыйдырасыз бұны. Мейлі дінге салмай-ақ қойды. Ақылға қайтып сыйдырасыз. Бір Аллаға жалбарынып, бір Аллаға құлшылық жасап, бір Алладан сұрау керек. Қайтыс болған кісінің өзі де тірінің дұғасына мұқтаж. Қорасан бабамыз жатқан жері. Ассаламу алейкум рахматулла. Мына жері Әбдірахман ұлы Әбдіжәлел бап Хорасан ата дейді. Өзі жатқан жер. Жатқан жер. Жанында ұрпақтары, шырақ болған кісілер енді. Жанында ұрпақтары, жанында баласының қасында бір Құран бақшы берейік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Сонда реттілік бойынша келгенде осылай Құран бағыштап кету керек, иә? Келіп Құран бағыштап, ішіміздің тілегіміз, Алладан тілегіміз тілеп, ниет қылып қайтамыз. Сосын тілеу қанаты азиық осыдан шығып баласына барамыз. Баласына сәлем беріп, жаңа есігін аштық қой. Баласына барып Құран оқып, қалған миссияларын жасай береміз сосын. Ал енді мынандай үлкен қылып тас қою себебі неде? Мына келешек енді орын жойылып кетесін деген ұрпақтар енді білініп тұру үшін ба, тану үшін ғой? Тану үшін, иә. Тану үшін. Ал ана қазір мысалы мына кесене, иә? Үлкен кесене. Бірақ оның ішінде де сондай тастар ғой. Ішіндегі кесене бұрын өзінің ескі кірпіштер. Кеше 2005 жылы қайта реставрациядан сыртында Хорезм кірпіші. Ішіндегі осы кісінің құйған кірпіштері ішінде тұр. Ол кісінің барып көресің, кірпіш сауатының орны бар. Осы кісінің өзін сол қолмен соққан, 80 қолмен жалды кірпіштерін күйдіріп, осы 8 жыл соққан екен. 1890 жылы бастап. Қазір енді баласы Хусейн кісі, ассалауму алейкум рахматуллах. Неше баласы болған? Ау? Неше баласы болған Қорасан атаның? Бұл кісі нешінші баласы? Бұл үлкен баласы ғой. Ибраим Соф деген тағы бір баласы болған. Екі ұлы болған. Бұл кісіден Қорасан бабадан Ибраим Софа, Хусейн. Ибраим Софтан Дуана қожалар тарайды. Бұл Қорасаннан Үсейінен Қорасан қожалар тарайды. Өзі бұл кісілер жаңда Қорасан қожа, Дуана қожа осы кісілердің ұрпақтары. Саққаптан Аққорған қожаларын Бақсайыз қожалар. Әбдірахим бабамыздан Қараханды қожалар еді. Бұл кісілер енді дін жолында келіп, қожа деген сөз, ұстаз деген сөзден шыққандар ғой. Әр ұрудың өзінің қожасы бар. Осы кісілердің әулеттері, ұрпақтары. 11-ші ұрпағы Құдайқұл деген бабамыз. Ұрпақтары шырақшы болған кісілер, үлкен алым молда болған кісілер. Сонда аға мен түсінгенім бойынша сонда 8-9 ғасырда өмір сүрген адам сол не болған екен, содан бастап шырақшы болған ғой. Сонда бұл жерде 1000 жылдан бері шырақшылар ұрпақпен жұмыс. Иә, ұрпақпен қалып отырған ба? Пайғамбардың жүзін көрген сахаба дейді. Сахабаның жүзін табайындар. Табайын жүзін табиғындар. Табиғының жүзін көрген баптар. Бап деген сөз діннің қақпасына сужылар. Кейінгі адамдар. Кейінгі ұрпақтары, осы кісілердің ұрпақтары, келіндері. Мына жерде Қағып атасының көлеңке түскен жер. Мына жер? Қағып атасының жерде. Палат көлеңкені сізіп алды дедім ғой. Иә. Сол сұрын ескі мешіттің орны. Кейде 70 жыл Совет өкіметінің дуалдарын ұлатқан, нағаған. Мынау енді қысқаша өмір тарихы. Шынымен Қағбаға ұқсайды екен, иә? Бұрын сіз қап-қара болатын кейіннен қоршылағамыз ғой. Сол кейіннен жұрттың бәрі телевизорға шығарып, ой, Қорасанға Қағбасы болып қойып анау деп ескі орны бар. Ағамыз осы сыртын қаптап берді. Өзі қарышыны. Мынау жаңа өмір тарихы бабамыздың. Біз кеше осыны оқыдық, аңыз осы ғой, аға, иә? Аңыз осы. Аңыз бойынша. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып кеткен аңызы. Біз тағы да енді ауыл халқынан сұрасақ, ауыл халқынан жатқа біледі екен. Иә, аңызды. Бәрі жатқа біледі екен. Жатқа біледі болса. Мынау енді Қағып атасының көлеңке түскен жері айтып жатырмын ғой сізге. Мына ішінде бұрынғы ескі дуалы бар. Бабамыздың. Мына жер ма? Мына сол 8 ғасырдан бері келіп ескі дуалдың орны. Сол бұрынғы келешек ұрпаққа көз. Мынау сонда 8 ғасырдан бері келе жатқан қабырғасы ма? Қабырғасы, көлеңкені сізіп алған кезде қабырғасы. Жылдан жылға ұрпақтар осы үстін қалап, ремонттап, осы уақытқа шейін келген ғой. Кеше 70 жыл Совет өкіметінің кезінде адам жақындатпады. Келгенде соттады мысалы. Не себепті аға? Не себепті?
Кейде құдай жоқта 70 жыл құдай жоқта береді ғой. Қанша аталарымыз сол атқыз жерді ашаршылықтан қырылды. Халық төмен қарай көшті. Мына кеше Қазақстан егемендік алған екен. Назарбаевтың еңбегі көп. Осы дінімізді қайтадан көтеріп Нұрсұлтанның сол дінімізді рұқсат бергеннен кейін 1990 біз 94 жылы келдік, 95 жыл осы үлкен ас жиын берілді. 10-ның үстінде адам болды, 3 күн ас берілді. Сол ұрпақтары ұйымдасып болсын, аяқ асты болсын, келешек ұрпаққа көз болып тұрсын деп, осының сыртын қоршалатқанбыз. Аға, бізде тағы ақпарат бар. Меккеден келген тас та бар дейді. Ол қаншалықты рас? Меккеден жабуы, бірақ тас болғанда тас емес қой. Осы көлеңкесі болған жер. Бірақ бабаның туы бар. Ол тасы деген өтірік қой, сонда, иә? Тасы өтірік. Тасы өтірік, иә? Сонда сол көлеңкесі болған жер осы дуалы ғой. Былайымша бабаның туы бар. Әзірет әлден ұрпаққа берілген, патшаларға берілген бабаның туының басы бар. Барғаннан көрсем оны. Ол сізде әлі сақталған ба? Иә, әлі сақталып келеді. 1000 жылдан асқан туы. 1300 жыл болған туы. Сізде сақталған, иә? Сақталып тұр. Ал аға, енді неге осы көлеңкесіне оралсақ, жалпы мен бір сұрағым бар да, енді бұл жер Қағба ретінде саналады ма, жоқ саналмайды ма? Соны айтыңызшы. Қағба ретінде саналмайды. Қағба деген жалғыз бірақ жерде. Бұл енді атадан келген екен, ескі орман. Адамдардың арасында таралып отқан ой дұрыс емес, иә? Дұрыс емес. Бізде мынандай ақпарат бар да, келген адамдар осыны 7 рет айналу керек дейді. Меккедегідей дейді. Ол қаншалықты сіздің ойыңызша дұрыс емес? Ол келген кезде бір арамға айналады, бірақ Алланың қай жерде еске алсаң, Алла жаныңызда қойсын. Бірақ Қағба бірақ жерде. Burada келген кісілер жерде ниет қылып, Алла бізді сояққа баруға нәсіп етсін дейді. Негізінде былайынша ойлап қарағанда, burada келген заманда ол кезде қазір самолет деген шықты ғой, техника барасында 10 күнде барып келсең қажы болып аталып жатсың. Ол қажылықтың жолы оңай емес. Ол бір Алланың жолына түсіп, сол бір қажылық қараған кейін бір Алланың жолына кету керек адам. Адалды жүруге, таза жүруге, өтірік айтпау керек. Қолында Құранның бір Алланың жолында жастарға жақсы тілек айту, насихат айту керек. Burada сол заманда бабаларың түйемен кеткен, жаяулап кеткен, қалай кетті олар? Бала шағасын ер жеткізіп, мен қайтып келем бе, келмейм бе деп, маңырай терісімен өзінің тапқан дүниесімен кеткен. Ал сояққа баратын жерлерді, осыдан Қожа Ахмет Яссауи бабамыз келді деп жатырмыз ғой. Осыдан барғанда қандай миссия орындайсың? Сол осыдан дайындап жіберетін жер болған бір жағы. Осыдан оқытып. Былай айтқан кезде түсіндіріп, дұрыс қалай барғанда қалай жасау жер осыдан дайындап жіберетін жер болған. Ол сонда солай түсінік, сол дұрыс түсінік қазір бұрмаланып, басқаша жатыр. Бұяққа келіп Қағбаны тас тұрғызып қойыпты, келіп адам кәпірге айналып баратыр. Шірік деп шығарып жатыр, иә? Бұны біз соққан жоқпыз. Ол бұрын атадан келген ішін дуалын көрдіңіз. Сол бұрын 8 жасынан келген дуалы. Мейрамхан ағамыз осылай айтқанымен, бірақ бізден көп нәрсені жасыратын сияқты. Ал не жасырып жатқанын алдағы уақытта білетін боласыздар. Енді дініміз қазір 70 ағымға бөлініп кетті. Бұрынғы ата-бабамыз салт дәстүрінен айырылып қалдық. Бізге салт дәстүріміздің бәрін шірік қылып жатыр ғой. Домбыра тартқан шірік, өлең айтқан шірік. Ол басқа ағым, дін ағымдар. Біздің пайғамбар әулеттері ондай. Мысалы, бәрі араб болғанмен пайғамбар әулеттері Құрайш тайпасы. Ішінде Хашим әулеттері пайғамбардың әулеттері. Бәрі арабтардың бәрі пайғамбардың әулеті емес. Осы кісілер сол Құрайш тайпа, Құрайш Хашим әулеттері пайғамбардың 6-7 ұрпақтары бұл кісілер. Енді ары қарай аға? Мынада құдығы бар. Енді бұлда Алланың құдіреті. Мына айналасында судың бәрі әші, адам ішемейді. Мынаның айналасында су. Осы айналада 15 шақырым жерде атом бұрын бар. Оларда қанша техника бар. Жер қазғанмен сулардың бәрі әші, ішетін суларын осыдан келіп әкеледі. Алланың құдіреті. 2004 жылы әкем үстіне аян беріп, мен әкем қаздырған құдығы. Әкем Нұрғожа. Сонда бұл біз кеше аға байқағанымызда су лайқа болып шығып жатыр. Ол кеше лайқа болып шыққанда кеше адам көп болды ғой. Сонда келекті қатты тастап береді. Бұны жай алса тынып қойып шығады. Қазір аламыз ya тынып қойып шығады су. Адам кеше адамның қолына білмей алып ана келген кезде адам көп болғаннан кейін су жай шығады ғой астынан. Адам келіп шелек тастап береді, лайқа болып шығады. Келіп суына түседі, суын ішеді, үйлеріне
асқазан ауырғанға іш құрылысына ем болсын. Қанша адам осыдан тәуір болып, кеше өздеріңіз көрдіңіздер, қанша адам осыдан Иә. Кеше адам көп болғаннан кейін лай ішіп кетеді. Су ішіп үлгере алмай қалады да. Иә. Қазір су таза болып шығады қарап тұр. Қандай болып шықты су? Тұнық кеше лай еді аға. Кеше адам көп болды соның. Енді бір жағы адам фильміне қарай ма, қанша адам келеді, зияны бар адамдар келеді. Аға, вот бізде кішкене сұрақ бар сізге сол кешегі адамдар бойынша. Біз оларды... Бисмиллахиррахманиррахим. Bir daha şu gözüm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah şifa versin. Достар, мына су осы жерден ғана су ішуге жарамды. Ал мына қазір осының төңірегінен басқа жерден құдық қазып болмаса су алатын болсаңыз, жарамсыз болып шығады. Әші су. Оны ағам өзі айтып жатыр, осы жердегі жергілікті тұрғындар, заводтар оны тексеріп білген екен. Сондықтан да осы жерге жақын жерде орналасқан жұмысшылар да осы жерден келіп су ішуге, суды осы жерден алып кетеді екен. Енді біз де дәмін көреміз. Емдік су бар. Мына жаққа төге берейін ба? Иә. Сол келген кісінде екі шелек суына түседі. Еден кәдімгі анадан туылғандай жеңілдеп шығады. Төменде бастап су қояды. Еден кәдімгі жеңілдеп. Су құйдың бар енді. Емдік қасиеті ме? Емдік сумен ұштау деген нәрсе ғой. Шелек соған әкеп қойған. Келген кісілер әкеп суына барып түседі. Қай жаққа? Бөлмелер бар, соның ішіне жетті. Үстілеріне екі шелек су құяды. Денеңіз кәдімгі жеңілденіп, аяқтан сонда бір не аласыз. Сонда реттілігі осындай аға, иә? Жаңа сіз басынан біз келіп, реттілігі осымен зиярат бітеді ма? Иә, зиярат бітеді. Осымен бітеді, иә? Жақта музей бар, несін көресіздер? Иә, музей дейсіз. Ана кісілер келіп қалған жер, ана кісілер өмір тарихын айтады. Енді ана кісілер енді бұлайынша атадан келіп қалған әңгімені айтып тұрмын мен. Иә, ана кісілер нақсын айтады қазір. Ана кісілер деп тұрған адамдар, ол осы Қорасан атаның тікелей ұрпақтары. Сол кісілермен де қазір тілдесетін боламыз. Мына жерде дұрыс емес деп санайтын, қаралайтын адамдар туралы айтып берсеңіз. Енді ондай нәрсе талай басымызда өтті, телевизорге шығарып келгендер осындай киноға түсіріп, Құдайға сенбейтіндер ғой көбісі. Киноға түсіріп, осындай дәстүр болып жатыр, адамдардың басын миын улап жатыр деген сондай әңгімелер естіп қаламыз. Біз ондай адамға сондай жаман нәрсе. Көңіліңізге тиеді ма? Көңіліңізге тиеді дегенде бір бұл да Алланың сынағы шығар. Өкіметтен бізге айлық алмаймыз. 30 жылдан бері осы араға түскен ақшасын осы араға ағаш аламыз, осында отырып өз-өзін жамаймыз. Келген адамдар сол садақасын тастап келеді. Сол садақаны осы араның жұмысына пайдаланамыз. Ішін жуған. Сонда мына жерде жаңағы ана қонақ үй жаңадан салынған, ол да тегін баға келушілерге? Ол қонақ үй былайынша адам басына 2000 теңгеден. Оның ішінде енді жағдайын жасап қойғанбыз, газын әкеп қоямыз, ол постелін жуамыз, сол жуған адамға айлық есебінде береміз. Былайғы тегін. Садақа есебінде сол газын, отын су бар, көрпешесі бар, жаңартып, орнықтан ыдыс-аяғын жаңартып отырамыз. Енді осының бәрін былайша айтқаныңызда сіздің сөзіңізбен түсінгенде исламмен ұштасады. Дұрыс қой? Иә. Жалпы бізде муфтият бар аға. Осы неге қарайтын. Жалпы муфтият жағы сіздерге не дейді? Соны айтыңызшы. Муфтият жағы алдыңғы жылы бас муфти келіп кетті. Мысалы, сырдың қоршалаған сол кісінің айтуымен нағылдық. Ол бас муфти жақсы ата-бабаның салт-дәстүрін бәрін айтып жатыр ғой. Біз жаңағы өзің айтқандай, біз баяғы сол ата-бабаның салт-дәстүрмен соны жүруіміз керек. Былтыр ғана келіп кетті, иә, бас муфти? Алдыңғы жыл. Сол кісінің айтуымен сырдың қоршалап, енді ол кісінің құлағына жеткен. Қарасаң қаба соғып қойды, бірін қарасаң сырт қап-қара қарасаң бұлайынша қоршап қойғанбыз ғой. Қаба ұқсас болып қалды да. Ана кісі келгеннен кейін айтты, бұл осы бұяққа келген жоқ ол кісі. Ауда тұрып айтты, осыны естіп жатырмыз, ол кісіге де құлағына жетседі ғой. Соның алса сырын өзгертіп, қаба ұқсатпай-ақ, бұрынғы есті дуалы тұр ғой ішінде. Соны қайтадан жаңартып, сыртын қоршалап қойсылайық деп, сол кісінің айтуымен осындай жағдай төбесін жауып, нағып қойдық. Бұлайымша келушілер көп тұрады. Жергілікті имамдар бола ма, келетіндер? Жергілікті имамдар келіп тұрады. Келіп Құранын бағыштап, келіп тұрады. Келіп зияратын жасап, Құранын оқып келіп тұрады. Өзі Құранға тоймайды, тірі дүниеге тоймайды емес, бірақ
жаңа өзіңіз айтып отқандай жерге адамдардың бәрі келіп жерді көріп тұрсыздар, келіп зиярат жасап, тілегін тілеп Алладан. Енді жұрттар ойлап қалады, келеді бабадан сұрайды, ондай теріс ағымнан налу керек. Бірақ енді Құран бағыштаймыз. Алладан тілейміз тілекті. Бұл кісілер себепші. Адам өзі өлгенмен рухтыры бұл кісілердің. Білмейтін, қалай дұрыс зиярат етуді, шіркке баулымайтын, дұрыс жолын көрсетіп отыратын солай жұмыс істер ма бұл жерде? Сөйлеміз осы. Сол баяғы ата-бабаның көрсетіп кеткен жолымен дегенде. Дұрыс жолын аузына жазып қойды өмір тарихын, кім болғанын, не жөнінде. Түсіндіріп отырасыздар. Түсіндіріп отырамыз, иә. Орыстарға түсіндірмей переводчиктің қасында айтқанын. Ал жалпы дұрыс істемей жүргендерде көп па? Аға келетіндер, келушілер? Басқаға баулып, қаралайтын. Олар енді байқайсыз ба деген ғой? Болады ғой. Мысалы біздің тәңіршілер деген шығып жатыр. Арасында бір-екі бар. Олар жалда Құран оқығанда жалда үлкен кісі оны рұқсат береміз. Құран оқып жүрсеңіз, сол бата қайырғандай жалда қазақшалап неғып жатыр дейді. Соны сұраймын, жай аға, сіз Құран оқып отырса, батаға жоқ, бізді Алладан бізге Құран қазақша түскен, біз қазақша оқимыз дейді. Ол тәңіршілер. Ол сол жерде сондай шірттер көріп кетеді. Аға, сонда жаңағы бұл жерді басынан осылай қаралап жүрген жаңағы дұрыс емес адамдар дейсіз ғой. Өз бағытын. Қазақтың салт дәстүрімізді қазір енді қарап отырсаң, бір жағы қуанатын жері бар, бір жағы қарымыз ренжитін жеріміз бар. Қазір жастарымыздың бәрі дін жолында мешітке барып намаз оқып жатыр дейміз ғой. Оның намаз оқығанмен, оның психологиясы қандай? Бір Құран басын жаттап алып, бәрі молда болып кетті ғой, қарап отырсаңыз. Дімші молда діміздері сұранған қазақта. Енді кеше жақында естіп қалдым, енді бұлайынша муфтияттың ұстазынсыз бұлайынша ондай нәрсе рұқсат бермей жатыр ғой. Аға, менен андай ақпарат бар тағы. Осы жерге келіп, емшілер күш алып, адамдарды емдейді деген қаншалықты рас? Бірақ күш алғанда бір Алланың құдіреті шығар, күш алғанда бірақ жалда кеше ғой, зиратқа келеді, жалда суына түседі, содан бір рухани бір не алатын шығар? Энергия. Сондай мен адамдарды барып емдеу, мен осы жерден осы ата маған күш берді деген қаншалықты дұрыс деймін да? Алла беретін күшті болды. Бұл кісілер ондай бірақ сондай адам психологиясының бар, ойының бар, басқаша болып тұрады. Жалда беретін бір Алла ғой. Ана ойын бар, бұраға келіп тазаратын жар, суына түскен деген жар не алатын жар енді. Ондай нәрсе дұрыс емес қой, дұрыс емес ғой. Жаңа айтқан 1300 жыл болған бабаның туы, осы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан. Мынау жәдігер. 1300 жыл болған жәдігер. Мынау 1300 жыл болған ба осы ғой? Қорасан бабаның туы. Ойын бар, арабша жазу, кезінде бір замандар соғыстары, бірақ қылышы, сауыты, нелер болған. Кезінде басында орыстар келіп әкетті ма, бір жерге көмілді ма, бізді атадан кеткен жәдігер осы. Ойын бар, арабша жазу. Материал алтын емес, сыммен байлап қойған жері жалды алтынмен де, қоламен де жабыстырған, от ұстамаған. Материал не екенін білмейді. Қандай темір екені нақты белгісіз бе? Қандай қоспа болғаны? Қандай қоспа екен. Сол кезде адам дамыған соншалықты. Бұл аға сіздердің қолыңызға қашан тиді бұл? Бұл біздің қолымызда 95 жылы, 1001 жылы асын берген кезде, сол кезде Ташкендегі ұрпақ әкеп берген. Негізі осы жақтан әкеткен ғой заманда. Үйлерін апаттыққан, наған, сақтаған үйлерінде. Содан Ташкендегі Патшаға деген атамыз перзент көрмей жүріп, осы атамыздан келіп сұрап әкетіп, сол сақтап, сол олды перзент туып, кейін Қазақстан егемендік алған екен, бабаның басына тұрсын деп әкеп берді ғой. Бердеген деген. Ағана жерге не жазылған? Burada geldi Muhammed Hafız сондай арабша енді бұл арабшаны көбісі оқымады. Бұл бұрынғы ескі араб тілінде оқитын кісілер оқыды бұны. Переводын Алматыға да кетті, шетелге де кетті. Сол осы соққан адамның аты жөні Мұхаммед деген, арасында Мұхаммед Али деген жазулар бар.
күшті аға жәдігер. Бұл нәрсені көп шығара білмейміз, сендер келгеннен кейін сен қолына ұстасын, бұл екінің бір адамға сата білмейміз. Бұра келетін кезі 6-шы күн мен демалыс күні. Қалғанда жұмыстан босаған кезде сол кешегі өздеріңіз көрдіңіздер, автобуспен келіп жатыр. Жарақ сенен ане күні осыдан бір ай бұрын 10 автобус келіп кетті. Ішінде орыс, татар, башқұрт, кавказдықтар бар. Ал олар қайдан естиді аға? Қайдан біледі ақпаратты? Интернетте бар, интернетте салған болсын. Ютубтарда бар. Қорасан баба деп шықсаңыз, ішінде бар, өмір тарихы бар шығады. Жалпы бұрыннан халықтың аузына осылар келіп, бір жағы оларды елші деп айтуға болады. Осылар келіп шарапатын алып, осылардан келіп сол қатты ауырып келген кісілер, перзент көрмеген кісілер келіп осылардан келіп перзент туып жатыр. Сол еліне барған айтады, осындай жерде осындай қасиетті әулие бар, Арыстан баб бар, Қожа Ахмет Яссауи бар. Солардың адасып жүрген адамдар көп қой қазір. Жолын таба алмай жүрген адамдар көп. Мейрамхан ағамызбен сұхбаттасқан 2 сағатта бір сөзінде де осы қағбаны адамдар айналып жүр деп айтқан жоқ. Осы тақырыпта сөйлегісі келмей тұрғаны түрінен байқалып тұрды. Мүмкін келушілердің көңіліне тигісі келмеді ма, жоқ әлде шындықты жасырғысы келді ма, бізге беймәлім. Бірақ осылай айналып жүргендерді біз Қорасан атаның тікелей ұрпақтары болып саналатын кейінгі кейіпкерлерден сұраймыз деп шештік. Денсаулықтарыңыз қалай? Амансыздар ма? Менің есімім Бағдәулет болады аға, қасында Дидар. Біз журналистерміз, Алматыдан келдік, сөйлеу бағдарламасы. Жалпы біздің мақсат ерекше жерлерді, ерекше адамдарды түсіру. Достар, енді біздің арғарай сұхбатымыз Асыл ағамызбен және Мұхтар ағамызбен жалғасатын болады. Бұл кісілерді таныстыра кетсем, Асыл ағамыз бен Мұхтар ағамыз Қорасан атаның 43-44-ші ұрпақтары. Жалпы қазір енді қандай қызметте екенін өздері түсіндіріп өтетін болады. Аға, кім болып, қалай қатыстарыңыз бар бұл жерге? Мен осында Қорасан ата қорының төрағасымын. Белгілі дәрежеде Қорасанның ұрпақтары болып, осы төңіректегі жұмыстарды абаттандыру, көркейту, көгалдандыру жұмыстарын бірге халық болып орындап жатамыз. Қорасан атаның ұрпақтары және Қорасан атаны қадір тұтатын қауым болып жұмыс жасап жатамыз. Сондықтан ол жерге белгілі бір дәрежеде қор керек, сондықтан сол қордың жетекшілігін алып келе жатқан жағдай. Мұхтар аға, сіз? Мен Қорасан ата бабаның мен де сондай 43-44-ші ұрпағымын. Осы арадағы қандай жағдай болса да, әсетін айтпақшы, осы арадағы өтіп жатқан істердің басы қасында жүріп, ұйымдастырып, соның болуына, ары қарай жетіліп кетуіне басы қасында жүреміз. Қызметте осы жерде, иә? Қазір пенсиядамыз. Жалпы аға, мен бірінші сұрағым бастайын. Менің бірінші сұрағым, неліктен екінші қағба деп аталып кетті? Тәуелсіздік біз алғаннан кейін 91 жылы 95-тен бастап біз Әбжәлбап бабамызға, Қорасан ата бабамызға жақындай бастадық. Ел болып, халық болып, ағайын ұрпақтары болып, ол кісіні қадір тұтатын ел болып жақындай бастадық та төңірегін былай абаттандыруға кірістік. 95 жылдан бастап, е? 95 жылдан бастап халық болып абаттандыруға кірістік. Тіптен осы алыс жақын облыстардың бәрі түгел қозғалды, түгел қамтылды деп айтсақ болады. Үлкен көлемде 95 жылы ас беріп, осы Қорасан ата Әбжәлбаптың ұлыменен өзіне жасалған кесенені де жөндеу жұмыстарын жасадық. Соның төңірегінде жаңа сіздің айтып жатқан Кабаның сұлбасы, көлеңкесі деген мәселеге де біз аса мән бердік. Өйткені ол көлеңке біз сол тәуелсіздік алғаннан кейін біз ол Кабаның көлеңкесін біз тапқан жоқпыз. Одан бұрынғы уақытта, жүздеген жылдан бұрын ол тұрған дүние. Өз заманында, сол Әбжәлбаптың заманында тұрған дүние болатын тұғын. Неге олай деп тұжырым жасап отырмыз? Себебі біздің бабамыздың осы өңірге келіп шахид болғанына, дін жолында шахид болғанына 8-ші ғасырдың 2-ші жартысы болатын болса, жобаменен нәсәбнамалардың деректері бойынша 767 жылы шахид болды дейді. Ондай болатын болса, 1255 жылдан астам уақыт болыпты шахид болғанына. Енді
бүгінгі күні бүкіл түркі дүниесі қадір тұтатын Қожа Ахмет Яссауидің өмірден өткеніне 9 жылға жақын уақыт болды. Ондай болатын болса, сол Қожа Ахмет Яссауи бабамыз осы Әбжәлба бабасына келіп зиярат етіп, бабам Хорасан, келдім арасан, зиярат етейін деп ісімді сұрасаң, мүшкіл қалымды қылғайсың ансаң, рахметі көр бабам Хорасан деп дей келе, 80 шайқыны жаныңда көрдім, 90 машаяқты алдыңнан артыңнан көрдім, Каба махалаңды алдыңнан көрдім деген сөзі бізге үлкен бізге сеп береді осы мәселеде. Өйткені Каба махалла деп тұр. Махалла деген сөз түрік тілінен аударғанда үй дегенді білдіреді. Олай болатын болса, 9 жыл бұрын Қожа Ахмет Яссауидің өзі келіп зиярат еткен кезде Каба махалланы алдында көріп тұрса, біз осы Каба махалланы неге қадірлемеске? Неге біз ұрпақтан ұрпаққа сол қадірлі орынды неге жалғастырып, біз аман сақтай отырып, неге көрсетпеске? Сондықтан 95 жылы біз үлкен Кабаның сұлбасын жасап қойған, сол заманда жасап қойған сұлбаны жақсылап қоршап жаңарттық. Достар, тікелей ұрпағымын деген Асыл ағамыздың әңгімесіне байқасаңыз, ол жер жәдігер ретінде алып қалмақшы. Ал ол неліктен халықтың арасында құлшылық ететін орынға айналғанын қазір білетін боласыздар. Осы 2016 жылы белгілі тарихшылар Әшірбек Момынов пен Мұхтар Қожа атты тарихшылар, доктор наук тарихшылар келіп, осы төңіректі зерттей келе, сол төңіректегі құлпытастарды, мынандай кішкентай құлпытастарды бірге жүріп зерттей отырып, осыдан 8 жыл бұрынғы, одан 9 жыл бұрынғы, тіптен 1000 жыл бұрынғы құлпытастарды көріп, Шағатай тілінде арабша жазылған құлпытастарды көріп, бұл мүрденің шын мәнінде де сол ескі уақыттан бері қалыптасқандығын тарихшылар бізге меңзеді, айтып, дәлелдеп берді бізге. Сондықтан бабамыздың жанындағы Кабаның сұлбасының шын мәнінде сол ерте 1000 жылдан астам уақыты бар, 1300 жылдық тарихы бар дүние екендігі айдан анық. Аға, ал енді жаңа Яссауи бабаның өлеңін келтіріп бердіңіз, ол сіздерге қалай келді? Ол Диуани хикметі осы да елге таралып жатыр. Диуани хикметті ол бар. Ал енді осы Қағба бұрыннан салған болса, қалай қате пікір кетті бұл туралы? Соны айтып беріңізші аға. Сіз айтып беріңізші. Мынау жаңағы Әсекең айтқандай, ол бізден де бұрынғы ата бабаларымыз жаңа қасиетті орынды Кабаның көлеңкесі, ол Каба деп аталмайды. Кабаның көлеңкесі деп түсіріп алған дуал, баяғы бабаларымыз жасап қойған дуал тұрған. Кеше енді 95 жылы ел болып жиналып, бабамызды дәріптеп, осында жан жақтағы қазақ даласындағы ол исі мұсылман, жаңғыз осының ұрпағы емес, Ташкент бар, келіп, зиярат жасап, жылап еңіреп осында нағына кейін ел халық болып, соны мынау күнге желінді әптен, тозды, су тиіп жатыр, құрып кететін болды, кейінгі ұрпаққа жетпей қалады деп, бізден үлкен ағаларымыз ана Кабаны қоршадық. Кәдімгі немен, кірпішпен қоршап, анаған су тигізбейік, көлеңке жан неде тұрсын, кейінгі ұрпақ көрсін деп. Содан күндер өте берді. Бұл анан сол 4 бұрышты болғасын барды да бір ағайын оның сыртын қара краскамен келеді. Енді ұзақтан көрсең шында сұлбасы Кабаның өзі болып қалды. Ол Ратбек қажыға жетті. Ол негізінде су өтпесін деп. Біз су өтпесін деп істеп жүрміз. Оны күнге желіп кетпесін, суға тозып кетпесін деп. Мен мысал үшін 1964 жылы осы бабаның басына әкемменен келгенімде сол кәдімгі дуал мынандай аркасы бар, кіретін ішіне. 64 жылы келгенде. Одан кейін келді. Біз кеттік, Совет үкімет жолатпадық, кеттік, кеше 95-те келгенде бұл уже бәрі құлаған, уже тозып бара жатыр. Сондықтан да бізден үлкен кісі ағаларымыз, әкелеріміз қой, бұл ертең күні
келесі ұрпаққа жетпей қалады деп жаңағыдай қоршатты артын. Бұл Ратбек қажының замы бар еді ғой, Әсілхан деген. Сол кісі специально келді бұраға. Сөйтіп, Берден деген ақсақал бар, жаңа кімнің Мейрам әкесі Нұрғожа ақсақалдарға мынау Каба ұқсап қалған деді ғой. Каба ұқсағанда бұл Каба деп ешкім ойба айналып жатыр деді, біреу пәлен деді. Ал енді бізден бұрын қарап тұрсаң, жаңағы бұрынғы кесектің орны болатын, дуал тұратын, сол дуалдың кәдімгі айналасын айналып тастаған бізден бұрынғылар. Дуал деген қабырғасы ма? Қабырғада, дуал деп сөз, қабырғада кесектен салынған қабырғаны жұрт айналған екен бұрын. Енді қараңыз. Ал енді тағы бір әңгіме бар кореялардан қалған. Осы арада мешіт медресе тұрғыз бабамыз. Ол уақытта сен телевизорден Кабаны көріп отқан жоқсың, Меккені көріп отқанымыз жоқ. Мына Алланың үйі бар, сонау Меккеде Каба деген бар. Соған қарай бәріміз намаз оқимыз, соған сәжда қыламыз. Бұл сондай мақсатта салынып, осы арадан дайындық болады екен. Сөйтіп осы араға келіп дайындық айналасын, мынандай боласын деп осы арадан дайындалып, неше нелер Каба кеткен Мекке қажылыққа жібереді. Жақсылап тыңдаған болсаңыздар, достар, бұл жер баяғыда Меккеге баруға, сол жерде қандай тәсілдерді істеу, соны алдын ала дайындайтын жер болған. Бұл жердің қасиеттілігі, я болмаса бір үлкен бір ауыз толтырып айтатындай бір құдіреті жоқ. Тек қана дайындық ретінде жасалған бастапқыдағы дүние болған. Ал оны кейіннен осылай аңыз ретінде өзгертіп, адамдар құлшылық ететін жерге айналдырған сияқты. Ары қарай осы құбыланы айналып құлшылық етіп жүргендердің ойы, мақсаты қандай екенін білетін боласыздар. Сол Каба ұқсап кетті, біраз әңгіме бол, біреулер келіп, бір адам қасында жүрсе, мына айналып ат деп түсіріп, ақпарат деген жаман ғой, жіберіп жатты. Неше жыл болды. Айналған рас па, рас емес пе? Болды ма ондай адамдар? Болды. Мысалы үшін, мұны әсегіңді көрді ғой, мысалы үшін бардық, бір әйелдер отыр, үлкен кісілер айналып ат деген сосын айттық, кешіріңіздер, бұл Каба мен неттеніп келіп, жұмыстарым болмасын деді. Оны не деймін мен? Ол өзі біледі. Жоқ, енді сондай адамдардан енді қалай қорғанбақшысыздар? Енді қазір сол бар ғой, енді мынау тыйым сала келген сайын ағайын ішін көр, Кабаның бұрынғы жаңағы қабырғасын көр, көлеңкес екенін көр, бірақ айналма. Бұл айналған сендерге өзі шірік болады. Шырақтарым деп қазір айналу тоқтады пашти. Жоқ дүзеңде болады. Қазір 5-6 жылдың көлемінде бірада ешкім оны айналып жатқан жоқ. Мұхтар ағамыздың әңгімесінен ниеті түзу, бұндай әрекеттерге қарсы екені білініп-ақ тұр. Бірақ көп жағдайдан хабарсыз сияқты. Өйткені осы жерде өткізген 2 күнімізде де жүздеген айналып жүрген адамдарды көрдік. Бұл енді ағаларымызға қажетті ақпарат болар. Біз кеше көрдік. Біз кеше көрдік. Шүрмекен. Бар енді. Ол жеке адамның наным сенім болған. Жүз жылдан асып кеткен екен. Нарбаға. 10-шы ғасырға бара жатқан жол деген сөз. Сонда мына кірпішке 1100 жыл болды. Мынау 9-шы ғасыр. Русский? Иван или? Нет, Сергей. Половина русский, половина немецкий. Ну, Каба одна в мире. Вы Каба считаете или как? Нет, Каба одна в мире. Да, вот. Одна в мире. Это страшный гнах. Адам емдейсіз ба? Емшілік ба? Емшілік, е? Емдейміз. Емдейсіз, да? Сіздерде ма аға или? Қырғызстан бар. Папа, не үшін? Ақ. Мы уже разрешение взяли. Мы лицо можем замазать. Да. Ладно. Бір кісілер кішкене наразы. Біз видео түсіргенімізге.